Спасибо тебе, Гүлнұр. Армысыздар, қайырлы күн болсын бәрлеріңізге. Енді менің осы қазіргі көріп жүрген нәрселерім бірі осы бұл. Алаяқтар, осы әлеуметтік желі бетінде жүретін алаяқтар. Енді бұлар қалай ол арам ақшамен не дейді жаңағы, айтады ғой қазақта. Араммен мал жинама деп, арамнан мал жинама деп. Сол сияқты мынау бүйтіп стори парақшаларын бүйтіп не қылып отқан кезде, есете тұтқан кезде мынандай. От души Zero Bet за выигрыш. Спасибо тебе, Гүлнұр. Всем советую. Енді бұған көрдіңіздер ма? Өтірік мына рекламаны шығарып, нейромаркетинг жасап жатыр. Нейромаркетинг деген бұл жерде сіз көресіз, сіздің слабый жеріңізден ұстайды да. Енді көп адамға ақша керек қой. Көп адам ақшадан тарығып жүр. Көп адамға ақша қажет. Соны пайдаланады бұлар. Ақшаны көргеннен кейін кез келген адам осыны ұтып алғысы келеді. Ол үшін айтады сізге, бар болған 20 мың теңге бересің, сосын міне 230 мың теңге ұтып аласың деп төменде көрсетіп тұр. Көрдіңіздер ма? Сөйтіп жай бір сөзбен айта қояды, нағыз соған сеніп тұрған адам алады да 20 мың салып жібереді. Болды. Күніге есептеп қара, 10 адам сөйтіп алдаса 200 мың теңге. Бұлардың қазір кіріп қарасаң нелерінде, Instagram парақшаларында 10 мың, 20 мың адам без подписчиктері. Подписчиктері 200-300 адам болды. Бір сондай адамды алдайды, бір көп болса бір 500-ге дейін барар, одан кейін қайтадан жауып тастайды. Сондай осындай алаяқтарға алданбаңыздар, ағайындар. Мынау деген вообще бассыздық қой, бассыздық. Бұлармен де алдағы уақытта енді ішкі істер бөлімі араласып, осылармен де іс жүргізетін шығар деп өзім ой түйем, ой ойлаймын. Иә. Енді ол ішкі істер бөлімінде кінәлап қажеті шамалы, олардың да жұмыстары бастан асып жатыр. Иә, бұлсызда негізі бұларға да ертең осындай реклама шығарады, или осындай тосқауыл қойылады оларға да, алдағы уақытта ұсталынады. Негізі не дейді, жаңағы жақсылықтың арты не дейді, қадамы үлкен дейді, жақсылықтың қадамы үлкен, ауыл алыста қадамы дейді да. Ал жаманшылықтың дейді қадамы бір тұтам дейді, бір тұтам. Типа жаманшылықтан кейін болды, сен әрмен қарай жақсы болмайды. Жаманшылық жасасаң, сол жаманшылыққа қарай кете бересің деген сөз. Көрдіңіздер ма, ағайындар? Иә, мынандайға ұрынбаңыздар ешқашанда. Қазір мен осыған кіріп көрейін, бұның несі қандай екен, парақша ма, әлде фейсбукпен шығарып отыр ма? Міне қараңыз, міне жоғарыға көтер дейді. Или болмаса міне Гүлнұр Zero Bet дегенді кіріп көрейік, міне. Көріп тұрсыздар, подписчигі бар болғаны 132 подписчик. Мына жерде бәрі алаяқ, мысалы, қарап отыр мынау. Білмеймін, мына басқа адамдар шығар, әр жерден скачать етіп алады да, осыраға салып қояды, видео монтаж жасайды. Бұның бәрі өтірік. Ағайындар, алданбаңыздар, сенбеңіздер. Бұның бәрі өтірік, алаяқтар. Бұның маған қалай көрінгендігін айтып жіберейін. Кімнің интересі жаңағыдай ойынға неге осы шығады, мысалы. Интересіне қарай шығарып отқан ғой мына нелерді, типа. Мысалы, мен кинолар қараймын, нелер қараймын, мысалы. Жақсы сау болыңыздар.